неге светті өшіресің? Айтуға болмай саған. Ал сен менің орныма жұмысқа шығасың. Шығам. Шық. Шығам, ал сен 4 баламен үйде отырасың. Отырам. Отыр. Papa sadiki barmay. Үй жұмысына көмектесіп жүріңізші. Әке тамағын. Барлық бері кейін сыбағасың деп өзі. Сабыр сақтаңшы. Ертеңнен бастап жұмысқа келмей-ақ қойшы, өтініш беріп демалшы. Бүгін бізде арнайы қонақ, біздің ұстазымыз. Серьезно сөйлеп қалдың, ұра берсейші, дәкен келді деп. Арнайы қонақ Дәнекер Оразбай. Баяғда, сахнаның артына кет. Кәне. Көз тимесін! Хей! Енді бастауға Қош келдің, Дәке. Рахмет. Өзіңде жаңалықтар қалай? Жақында құда болып атсың дей ма? Бірдеңе қыз ұзатыпсың, ата болыпсың. Ең Қазақстандағы ең жас ата қазір өзім. Молодец. Аяқ асты кетіп қалды. Енді аяқ асты болғанда махаббат. Дұрыс қой, қыздың мұраты кету, жолдың мұраты жету дейді. Сен өзіңді ерте үйленген жоқсың ба негізі? Мен нормально кеттім, қатын ерте кетті. Просто дәке сізде ана хронология жоқ қой, мысалға бірінші бала туылған кезде көстемесін чемпион болды, ана фестиваль алған кезде екіқабат болды деген сияқты жешемнің. Менше негізі көстемесі қай жылы чемпион болды, оларды білемін де, балалардың қай жыл туылғанын білмеймін шын нәрсені. Ол кезде тек КВН-ге кіріп кеткен кездер ғой, андай бір. Енді ол бала шаға болып өсіп жатыр, туылып жатыр, өсіп жатыр, ол зачем бала шаға көстемесін туралы айтайық та? Дәке, енді біздің ұстазымыз болдың ғой, ол ақиқат, оны ешкім жасыра алмайды. Көстемесін Қазақстанда 5 дүркін чемпион болды ғой, мектеп, премьер-лига, бірінші лига бәрін сараған. Бірақ қандай қиындықтардан өттік, Дәке, оны көп адам біле бермейді. Мысалда, қандай автобустармен де жүрдік. Одан кейін газельге көштік. Картошка артылған автобустың үстінде де 35-тен түспейтін. жерлығынға жатып бардыңдар. Жатып бардыңдар, онда сен оның ішінде жоқсың ба? Жоқ, мен пойызбен барғам. Өлді, чисто казачиктер бар. мені дәкеңдер коньякқа жұмсаған кезде подъезге жақындай бергенде пакеттің кесіліп Айта бер. енді ренжімеңіз дәке. Айта бер болмаса. Жоқ, просто Дәке, менің айтып атқаным, біз енді осындай дәрежеге жеттік қой, Аллаға шүкір, бірақ қандай қиындықтардан өттік. Мысалда, актовый залымызда дайындалып, сол жерде ұйықтап, мысалы Дәнекердің мынандай пальтосы бар, оны кім жамылмады, мысалда, Дәке, дұрыс па? Сол пальто бәрімізді ұйықтатты. Әртүрлі қарын аш кездер, ақша бөлінбей, тамбурда жатып барған кезімізде болды, мысалда, бірақ соның барлығы шынымен осы КВН үшін болды ғой, Дәке. Рахмет, кішкентай бала, мысалы, Азаматты мынандай кезде алып келдің, бет томпақ, жанынан қарсаң, мұрын көрінбейді, мысалда, кішкентай. Азаматты бірінші коробкамен алып келді. Коробкамен ашқан кезде әдемі сонда. Сәл жетілмеген бірақ мысалында, Дәке, мысалы, Перегішнегі. көстемесін Курткасын аламайын деп отыр ғой. Көстемесін алғашқы команда. Мойындайсың ғой? Мойындайын. Алғашқы сенің студент кезде, біз Жайдарман келген кезде сен 3-ші курс болдың. Проект. Дұрыс па? Жоба деп сөйлейік, жоба. Бірақ Алғашқы жобам. көстемесінің ішінде жүрегіңе жақын өзің көп іздейтін кім негізі шапағатта? Енді сұрақ басталды. Ауыр ғой, сұрақ. Ауыр дымы жоқ, Данияр, сені айтпайды, по-любому. Соны айтып отырмын. Даниярдан басқа кімді іздейсің? Жоқ, андайда бұл сұрақ ше, менде енді екі қыз бар ғой, төртеуінің қайсысын қаттырақ жақсы көресің деген сондай сұрақ болып тұр. Жоқ, ондай емес. Жоқ, қаттырақ жақсы көресің емес, қайсысын көбірек іздейсің деп. Мен списте жоқ мақұл. Жақсы көресің не, давай жек көресің деп. мейлі. Кімді жеп көресің? Ол вообще жаман, өз-өзімен жақсы Кімді жек көресің, айта берсей мен былай қылайықшы, енді қарсы бұл өмір ғой, басында енді кішкентай болып келдіңдер, қазір енді уақыт өте келе бәрің ешектей болып кеттіңдер ғой, жалпыда енді өсіп, өніп. Жай қарындатасың, Ешектен үлкендері де бар. Маған негізі әркім өзінің мінезі бар, әркімнің өзінің жаңағыдай бір қасиеті бар. Маған неге Дончан, маған Дончан қылығы бар, мысалы, қылықты, деген. Ешқандай енді сұрақсыз Азекең,
Азекең анча. болды курткаңды әкеп беремін. Курткасын бер енді. Обязательно осы жерде беруің керек енді. жоқ мен просто ше мен білемін енді бұл азамат сенің как балаңдай ғой. Сен екеуің мысалы автобуста да бірге отыратын еңдер, біресе басында бала құсатып алдыңда алып жататын, таңға жақын қарасаң наоборот азаматтың ішінде бүйтіп дәнекер жататын еді ғой. Жағдай жақсы балапандар болады ғой. Иә. Сені жүргенде мен де сөйтіп ойлаймын. Мен мысалы сен азаматты көбірек іздейді деймін ойлаймын да, себебі бұл балаңдай болды ғой сенің. Қазір мен бұны іздеймін ғой. Ол кезде мен іздейтінім ғой. Қазір бұл іздей ма? Мен бұны іздеймін. Бұрын? Жоқ болып кетеді. Бұрын ол мені іздеген. Бұрын, иә. Енді мына YouTube каналды көріп отқандар іздейтін шығар. Сол 2005 жылғы біздің полуфиналдар YouTube'да бар ма негізі? Бар. Байқасаңдар, Шапағат қолына ақ перчатка киіп ойнаған. Мен сол экзаменімді алып қалған кезім ғой, брат. Жоқ, перчаткамен мен ойнаған есімде да. Басқа ойын. Басқа ойынша. Ол кезде мен айтпай ақ қойыңдар онда. Жоқ, мен айтқым келгені, сол бір қызық ойын болған еді дәке. Енді бұлар анау бір бассейнге барып, Спартак деген чемпионаттегі. енді атауын Қой оны айтпай қойған көрсін ол. жоқ, сол кездегі нәрсені айтамын да, бұлардың анау КВН-ге деген датаво махаббаты ғой деп атым да мен. Емделуге уақыт болмай қалды. Емделуге уақыт жоқ. Астанаға барып тұрмыз, анау қолының бәрі жаңағыдай бассейннен жұқтырған, ол Даниярмен амандасқан, мен қышыма, ең соңында Астанаға барған кезде суық қана құтырды ғой. Датаво жарылған емес, кәдімгі су ағып бер қойды. Қолым бүйтсе шыл. Кәдімгі Шапағат бүйтіп жүретін еді ғой. Жоқ, солай болған есімде да мен. Әйтеуір бір ойында қолым майлап, сон датаво перчатка ұстаса, ана нені микрофон ұстаса, микрофон алақанына жабысып. Қарын басқаннан қолын жеп кетіп бардым деймін ше. Мен анау дәке қай ойында еді мені АС командасына салып жіберген. Нормально. АС командасы салып кетті ғой мен Сейтжан. Сидеть здесь, просто вот так сидеть, вот так. Есіңде жоқ па? Жоқ. Ақша бөліп. Мне надо что-то делать! Мен просто айтқым келген, мен ақша бөлінбеді да, или әр командаға бөліп, мен АС командасына салып жіберіп. Біз ойыннан келгеннен кейін ақша бөлініп, бір нәрсе болды, сол өзіміздің ақшамен кезде шығып. Сейтжан мен алып кетіп ана тамбурда орын жоқ қой, сол кезде деймін да, мә Чимкентте мінсек кәдімгі пустой вагонға міндік та, мә рахат болды ғой, жатып баратын болдық қой деп. Таразға келсек, Таразда адамдар жүгіріп келе жатыр, жақтан гүдір. Бөле орнынан айырылып қалмайын деп мініп ішке қарай кіріп отырмын. Сөйтсем, арғы жақтан солдаттарды мінгізіп жатыр екен, жаңа армияға кетіп бара жатқан. Ішіне кіргенем, бір майор сол кезде есімде әйел да. Жаңа покупатель ғой енді. Сол солдаттарды кіргізіп жатыр ғой, арғы бетім. Мына жақта ата-аналар тұр, вокзал жағында. Мына жағынан әкеп сап жатыр да енді. Мен мына жақта 8, 9 деді да, мен кеп қалған едім. 10 деп тығыз жіберді ғой ананың арасына. И сол кезде өзімізбен қатарлас балдар ғой. Көріп кеттім, давай деп ана солдаттар итеріп жатыр бәріміз да. Көзім алақ-жұлақ. Сейтжан деймін. Шторы закрывать деп. Салды кәдімгі бір зектерді артып жатқан сияқты ғой. Гыз деп анау не бәрі. Еще мен мына жақ емес, анау боковойында плацкартта екі адам шай ішетін жер бар ғой. Сөрге тығыз жіберген ғой, тамақ ішетін жерін бүйтіп отырмын да. Сейтжан деп. Бірақта давай, болды, кетеміз, жабыңдар штордың бәрін. Болды, армия басталды деп ана майор қатыншы, үшінші. Жабыңдар ұрып жатыр ғой, кәдімгі балдаршы ана дұқтан сынып жатыр. Бәлі кеттім дедім ғой. Бірақта Сейтжан жалт ете қалды ғой, неденші. Сөйтсек анау солдаттарға алып қойған вагон екен. Бәрін артып қойған. Сөйтіп басында бейтіп ана майор қатын покупатель, жанында екі жаңа офицер бар енді, лейтенант па сондай ғой, старший сол. Бейтіп отқан төбеге кәдімгі тушонкілерді әкеп қапшықпен сабатыр ғой. 3-ші полкқа ақша жоқ. Бізді тамбурға қарай шығарып жіберді ғой. Уже болмайды деп та, араластыруға болмайды деп, майор басында сөйтіп әңгіме қылып. Сөйтіп жайлап сәлден кейін бастадым ғой. Әпше, не әкетіп баратсыз деп ше. Қарнаш. Қарнаш ба, тушонкілер сықырлап тұр ғой төбеде.
3 сағаттан кейін апам майор апам келіп трактордан бұны бүйтіп ашады деп ше апам мен анекдот жіберіп тушенканы жеп сол кездегі күнімді айтамын да барлықтарың рахаттанып мен баяғы стамбурда барған кезім ол кезде дәкең мен жаңағы сейітжан ағамыз пойыздың ішінде еңкейіп жүретін ғой бүйтіп рахаттанған дымы жоқ сол төртеуміз баратын кезде ғой үшеуміз бір орында бардық қой біз сендер бөлек мен бөлек үшеуміз бір орында дәкең айбек мен үшеуміз бір үшінші полкадан бір орын берген билет жоқ қой зайчиков сөйтеді да есіңде ма андай давай 3 сағаттан ұйықтайық нормально деп дәкең жатып алды да 6 сағаттан асып кеткен әлі ұйықтап жатыр төбеде ше тұрмайды мына екеуміз мынандай несі болатын шубасы естеріңде ма бүйтіп киінсе басы полды жауып қалған ше соны киіп алғанбыз екеуміз тамырда тұрып қой мынаның басы жоқ дейді сөйтіп отырып ұйықтап кетесіз ғой бүйтіп тресіне тұрып кетесіз дейді сен қақта жоқ бірақ сол кезде қараған жоқ қой ақша болмады костюмесінің бір құл несі ғой деймін да сол жерде мен сол кезде ырза болатын мысалы білмеймін енді қазір командалар қалай баратын да самолетпен гостиница ғой әрқайсының подписчигі бар мысалы мен бартер істей салады біз сол кезде бір уақыттар келіппен барған кездері болды ғой бәріміз жарысып кәдімгідей осы жерге сенбеңіздер жоқ просто менің айтып жатқаным бұл жерде түшкірмедің өтірік рас болып қалады ғой рас болып қала ма көрдің ол өтірік қой мен просто айтқым келіп жатқаны шынымен де біз бір мынандай заманда ойнаппыз ғой деймін да жайдарман ақша жоқ қаржы жоқ мысалы однокомнатный квартирада 2 команда жанымызбен идея үшін ойнадық қой идея үшін енді мен қазіргі командалар білмеймін енді қалай екенін қалай баратынын марат сен жүрсің ғой енді жайдарманда көбінесе байқағаным қазір бір 60% самолеттен барады 30% пойызбен қалғандары жаңағы альфард өздері машиналарымен бізде самолет ол кезде қатты бір қиындық жоқ ау қазір ол кезде ерлаш біз тағдырға қарсы шықтық қой ол кезде сол жылдары зато бізде мынандай лайфхак болды мысалға қазір тиктоктан шығады инстаграмнан шығады анау мынау біз сол кезде енді үлкенбіз ғой енді айтсам әшейін афишадағы команданың атауы еще сүйретіміз жоқ дейсің ба просто көз түймесін деген кезде там техас аграрка название тұрады өзі газет сияқты афиша болатын еді ғой сол названиемен қыздар сындыратын еді ғой реально сарғайып мен ерде ойнаймын болды сол күнде вечерде мынау не емес просто вечерде деген ғой сидящий автобусқа да отыратын еді қайта сендердің кездерінде гүлбиден көрмеймін эфирді көресің сендердің кездерінде сотовый телефон пайда болды ғой негізі бар еді ғой уже біздің ана өзіміздің жігіттердің кезінде телефон да жоқ анау пейджермен вытрезвительді қалай шығардың соны пейджерде кейін мен соны жаңағы нені айтайын деп мен бір нәрсемді айтып кетейінші ешкім білмейді ше осы подкастты айтайыншы оны ешкімге айтпағанмын ішімде бүгін тарихи сәт дәкең ешкімге айтпағанмын дейді бүгін қазір бір жаңалық айтады ол кезде сотовый жоқ телефонмен мына жерде тұр сол кезде бір бірін тауып алатын адамдар иә сол кезде ол кезде сөйтіп домашний телефон мен студентпін өзіміздің жігіттер ол кезде сендер әлі жоқсыңдар сен әлі туылмағансың по-моему сөйтіп сен әлі туылмағансың 2007 жылы бір залда бір басқа бір концерт болады ғой өзіміздің жігіттер енді бастап жатқан кез ана енді әлі ешкім танымайды деп жүретін кез сөйтем дағыны басқа бір филологияда оқитын бір дос болады экономикада әртүрлі содан ана группасынан бір-екі қыздардың номерін жаздырып домашний ғой енді домашний 53-14-25 деген күніге кешке үйге келген дағыдай жайлап аттарын біліп аламын ғой осыны түп домашниймен жүрем алло осындай анау мен басқа университеттің несі болды техтан болып сөйлесең ғой осы техта оқимын анау сен ана кім несі екенсің ғой жайлап әңгіме кетеді ол да ішіп отыр телефонды кімнен алдым нең бар айтамын ой бір бәле айтсаң сонымен жай КВНге алып келемін ғой әңгімені өзіміздің жігіттер капитан сендерде ана бір не өзіміздің жігіттер деген ба бір команда бар екен ғой бір жаңадан мә біздің супер дейді ішінде қайсысын айт дегеннен бастаймын вопрос өте ұзағына келеді екен сөйтіп енді өзіме алып келемін анау мені айтпайды ғой сейітжанды айтады саматты айтады мені айтпайды жәлек бірақ сонда да арасында бір онша емес топ 7-ге кірдіңіз ба хотя бы әдемілердің енді өз 4-ақ бала ек қой бойысың 4-шісі өзім болдым 4-шісі и сонда жоқ сонда ше кейін біреулер кетіп өзім ұяламын ше соны бірақ енді өзің туралы нені білу бәрібір бағаны білу қызық қой ана сонда бірақ дәнекер сен алғаш көрген кезде сол бейнең кетпейді да көз алдымнан
мынандай очки шашыңды бүйтіп ше Ди Каприо ұқсап как раз Титаник шығып жатқан кез ғой кино иә шашың бүйтіп бөліп алған бүйтіп ше еще бүйтіп тұрады да анау ше біздің директордың шашы ондай емес еді ол кезде бар ғой мектепте бүйтіп алған қара мынандай пальтоны киіп алған матрица бүйтіп келеді и жанында Сейітжан ол да қара пальто бірақ басында андай мынандай не дейді пидорка шапка деген не деп айтады Леон Киллер мынандай сондай киіп алған жараспаса да екі қасы қосылып қалған бүйтіп келіп бірінші бізде келіп мына ағайларың бізде практикадан келген жайдарман ойнайсыңдар сендер деп ана Нұрбек деген ағайымыз әкеліп қинап әкеліп еще мойындамай ол кезде біз мектепте жаңағы қасқыр түлкінің рөлін ойнап жоқ біз бауыржан шоуды ойнайтын брат мойындамай отырдық келген кез бірінші что за КВН вообще иә бауыржан шоуды ойнайтынбыз мынаның кісілігі ше сол кезде жоқ бұл ойын кісілік көрсететіндей болды ғой бұл шапағат ол кезде 47 жоқ ШТВ деген телеканал болатын шымкентский телевидение деген сол жерде Ақжелкен деген бағдарлама болатын Дина Төлепберген бұл Ильяс иә в общем 4-5 жігіт сол уақытта сол балалар бағдарламасындағы жаңағыдай звезда болып жүрген кез ғой ол кезде бәрі арабтың ең байы осы еді ғой бірінші телефон ұстаған осы LG кішкентай камерасы бірінші матч содан кейін жақтырмағанда біз содан қалып кеткен екен ғой командаға папалату кірген адам ғой әкесі бізге ақша беретін мынаны бөлмеңдерші өтініш араларында алып жүріңдерші деп ше шойбек ағама рахмет андай кездері болатын еді ғой КВН дайындық кезде постоянно әлімжан екеуі тамақтануға қашып кететін еді ғой талант деген т деген әріп болмайтын кейін ашылды ғой бұның таланттары 2005-дің соңғы жағына қарай айбек через постель келдім все молодец мен просто қазір көріп бәрің мынандай болып жатыр почему-то сол кезде МКТУдан қарағанда техта тамақ жақсы беретін еді толтырып беретін еді ғой кәдімгідей и сол бар тамақ жейтін еді бізген бәрі жоқ мен бәрібір ше қазақ түрік университетінде мен енді Леспек Ташимович алла разы болсын ол кісіге ше періште бірақ действительно өнерді құрметтейтін сондай кісі еді да анау не беретін еді ғой талоншы тегін тамаққа негізі ол талонды анау жетімдер сондайлар алады екен ғой негізі оң қаяқтан білейік бізге келді да мына балдарды соған кіргізіп қойыңдар деп өнерді құрметтеп бізді тегін оқытты ол рас иә турецкий квотада мысалы жоқ талон действительно беретін да ана 300 теңге ма қанша 200 теңге сондай тұратын иә бір талон Ақмарал Леубаеваның туған інісі бар Мамыр деген иә ағай Леубаев ол менің кураторым болды ғой ана кісі Ақмарал Леубаева аптасына 2 рет машина отыратын ба бір бөле қалатын еді ғой кісі сол заманда маңдақта айтысатын еді ғой андай ше и ана туған інісі ғой сабақ болып жатады өз группада 6 адамбыз біз соны кіреді да бүйтіп мара мен ТРЗ-ға кетіп бара жатырмын сен осы жерде ағай деп айта саласың ғой тексеріп жатса дейді не қылды десем мен жигули ма бір нәрсе отырып соны барып айдап қайтуым керек дейді да мейлі ғой енді дейміз ғой бәріміз взятка алып үйреніп қойғанбыз ғой десек ой қалтасын салып талон шығарады еді білесің ба 10 талон береді тамақ жеп алыңдар дейді оны негізі жаңағыдай жағдай жоқ бәрібір келіп қойған дейсің бәрібір білмеймін енді бірақ басшылықтан да үлкен қолдау болды өте қатты қолдау болды ғой иә одан кейін же бірі білсе бірі білмейді енді біз енді көріп отыр ғой Баршагүл апай туралы блог бар еді ғой иә сол Баршагүл апай менің кураторым еді ғой білетін едіңдер тарихи куратор ғой ол кісі ол негізі сол травманы сіздерден алған екен ғой онда ол кісі біздің группаның иә біздің группа одан кейін ол проректор болып кетті одан кейін бірақ енді Баршагүл апайды ертең 22 қаңтарда шығатын кинода міндетті түрде шақырып айтайық көпшіліктің көзінше мына кісі мінекей Баршагүл деген апай осы кісі деп та татау қатты еркеледік қой мысалы ше дәке 3-ші сабақ болып жатыр да ойлаңызшы 3-ші сабақ жаңағы лекция ше не болады жаңағыдай дегендей столовыйда отырамыз балдармен ше келіп қалады ғой деген қаяқта окошко деп түрі бермей отыра береді ғой негізі сабақ болып жатады ғой бүйтіп түрімізге бір қарайды да ладно деп ше жоқ ол кісі ойнатып жібереді ғой жоқ меніңше татау енді еркеледік қой жігіттер университетте еркелеп жүрдік қой ол рас ақиқаты да сабаққа барғымыз келсе барамыз жарыс деп кетіп қаламыз дайындық деп анау бірінші курста бірінші семестрге шейін андай сабақтар болады математика сол мектепте өткен сабақтар сөйтіп вышмат деген сабақ болатын еді сол кезде математика бірінші семестрге дейін енді қатыспағанмын ғой дәке
мысалда біз енді анау мектепте жүріп костюмесінде ойнап келдік те университетке уже халық біледі таниды студенттердің бәрі деп сөйтіп математикадан екі мәрте кіргем ол сабағына да мынандай жерінде қалы бар математикадан беретін апай сол беретін да енді математикадан и тура біз сендер енді анамен түстіңдер да біз түскен жылы именно ұбт басталды сендер сөйтіп анау сабақтан пересдача болып қалсаң ақша төлеп не дейтін еді взятка жоқ взятка емес жоқ сондай бір нәрсе бар пересдача төлеу үшін міндетті түрде ақша төлейсің сөйтіп пересдача төлеуің керек та жасауың керек тапсыру үшін иә сөйтіп келсем вышматтан мені құлатып тастапты да того еркелігім ғой деймін да сонда ше ағайға бардым ғой Респект Ташимовичке ректордың кабинетіне ғой сол кезде бара бердім қой смело тақылдаттым кір ерлан деді кірдім ағай дедім ой еще қалтама нем сабағым зачеткамды сабағам ғой сөйтіп ағай да өзі настроение жақсы екен ағай мынау вышматтан мені құлатып жіберіпті дедім неге деді біз ақтөбеге жарысқа кеткен едік келсем не қылып тұрсам пересдача екен пересдачаны не қылсам 8.000 ба сондай екен да сол кезде бір 8.000 страшный ақша ғой иә ол кезде анау самсасадардың қасанға 1000 теңге қарыз болып кетеді ғой сол күйі бере алмайды сөйтіп 8.000 ба сондай екен дедім кім бүйтті сөйтті телефонды бүйтіп алды да жанындақты мен мына жерде отырмын ғой сөйтіп звондады да алло деп ана сол жерде вышматтың деканына звондап жатыр екен ғой қалайсыздар амансыздар ма кім сіздерде кім апайың аты деді ғой білмеймін ғой екі ақ мәрте қатысқым ана сабағына мынандай жерінде қалы бар дегенім ағайда мынандай жерінде қалы бар деді ғой вышматтың деканына да мынандай жерінде қалы бар деді пәленше деді ау деймін да жіберіңіздерші маған деді ғой того ғой ректордың қатты еркеледі қалы бар иә сөйтті да жіберіңіздерші деді сөйтіп қойды қалы болмаса ше мұрны бар деп айтады 1000-мен келді ғой ана апайшы сөйтті да келді да деді танисыз ба бұл баланы деді тыр деп келді ма шешеңсігейін деп сен сары бала деп жоқ тұр енді бүйтіп отыр ғой маған да енді нервштетіп отыр ғой енді тем более ректордың алдында отыр сөйтіп енді действительно енді кешірім сұраймын бірақ ол апайдың атын қазір де білмеймін да бірақ қалы бар мынандай жерінде да сөйтіп сіз бұл баланы танисыз ба деді сөйтіп иә білеміз қалы түнде жанатын ба еді жоқ танимыз білеміз анау мынау деді да кнопка ғой ол сөйтті да неге деді 6.000-нан асатын студент бар бізде деді ғой қағаздан енді әңгімені айтып отқанына 2 күн болды тез оны қазір ажанды торындап жатыр жоқ ютубтан шекара өтіп қалды десең жоқ өрден қазір ютубтан сол апай көрсе мысалы айбек саған ренжиді да менің алланың берген меңін сен микрофон қылып жібердің деп бірден соңы не болады толық қалмайын бүйтіп сол апаймен жоқ мен просто айтқым келгені апай келді да сол кезде Респект Ташимовичтің айтқаны ғой 6.000-нан аса студент бар деді біздің университетіміздің атын көтеріп жүрген осы бір 10 бала ғой деді да спортсмендер қоссақ бір 30 бала деді 6.000-ның ішінде 30 бала біздің университетіміздің атын шығарып жүр деді осылар еркелесінші деді мен группада қаншаусыңдар деді 28-мін деді 27-сін қинасаңыз мен қарсы емеспін деді бірақ бір бала мысалы әр неден деп сөйтіп сол жерде зачеткімді беріп менің көзімше қойып беріңіз деп ана апай қойғызып сол кездегі айтқым келіп отқаны рахмет өнерді қолдап бізді еркелеткеніне деймін да енді қазіргі білмеймін енді басшылықтар қандай екен бірақ шынымен де еркелеп тегін тамақ тегін оқу осы салада жүрді қала бар апайға иә рахмет апайға да рахмет сол жерде қойып бере салғаны шекара бітіп қалмасын бізде андай болсын да бір момент закадровый сұрақтар болсын да жауап берейік хотя бы сөйтейік мысалға зәке мысалға сұрақтар бар иә мына жақта кішкене азаматтың жеңіл біртанер екеуі жоқ азамат нерві отырсыншы мен нерві отырайын сонда күшті жандандырамыз аха деп ол жерде отырса да отыра береді ғой кейде азамат ана жерге отырса мен университетте оқымаған ғой сендермен жоқ бұл негізі жоқ бұл жерде бұл үндемейтіндей бар себебі бұл мен университетте оқымадым бұл кісілермен университет бітіргеннен кейін бар осы 20 күн бұрын танысып отырмын мына кісіге мен мектепте оқыдым бұл кісілер мектеп бітіремін деген бұлар университет бітіріп кетті дәл солай болды бұл кісілер жаңағыдай менен 6 жас 7 жас үлкен дәкең вообще
Қанша жас екен білмеймін уже. Азаматпен танысқан кезінде айтып берейінші, мен енді 47-те практикада болдым ғой, бізде енді университетте практика болған. Себепші практика болып тұрған, мен келіп сендермен танысып, 64-ке Маратқұл жеке. Бірақ 65-ші мектеп, Есен ағам сол кезде айтты, бізде Шымкентте өнерге ең жақын мектеп 65-ші мектеп деді. Ол қай жақта? Север микрорайон деген ол кезде қаланың ең шеті болып есептелетін. Неге екенін айтсаңшы, машина жоқ, тек автобуспен барасың дейді. Или жаяу. Восток пен север ол пригород деді ғой почти. Сөйтіп 65-ке сен барасың деді. Северге баруға желание жоқ қой менде. Есінеға басқа адам, менен басқа адам. Сон жоқ барасың, ол жердегі бар. Бірақ бір не бізде жаңағы ерден Жақсыбековтердің жаңағы гена, бір дауыс бар, әні бар. Ол бізге университет келіп жатыр. Соған бола баратыр менді, қойшы әйтеуір. Сол барсам, бір-екі-үш бола тауып болсам, бір команда шығарам деп. Барам. Сол кезде пианинома тартып. Азамат 4 жас па? Мен барып, енді мысалы қай мектепке барсаң да, бір 8-ші, 9-ші кластың уже бір кішкене бір әңгімеңді тыңдайтын, сөз ұғатын балдары береді. 65-ге барсам, ең үлкені ерден ғой. В общем, бір кішкене 5-6 баланы ақ келді ғой. Ағай деп жүр, бірақ бұған мен вообще мән беріп отқан жоқ. Мен тек ерден ап шығады, ерденге жазылып жатыр. Анау-мынау ерден. Общем, ана неде фосфорныйда болатын фестивальде ерден ауырық болады ғой. Сонда мына енді азамат туралы айтқым келгені, кішкентай бала құлшынысы, бірақ мен сол байқамайын да, қарсы некеде бір неміз ғой, білмеймін. Сол кезде соқыр едім десеңші? Сол кезде соқыр едім ғой, Ол кезде творческий соқыр едім. Снайпермен. Сөйтіп, бүйтіп отырмын ғой, 65-те, неде отырмын, қасында Азик отыр. Тәйгер ағай, мен ерденің сөзін бәрін жаттап алғам, бүйтіп қарадым. Бұл ойнай аласың ба десе, ойнай алам деді. 5 баладан біреуге 4-еу алып шықты ғой сол енді. Жоқ, бұның жаттап алатын айтады. Сөзбе сөз қалай ойнату керек, бәрін жаттап алған ғой. Сондай айтшал десем, ане жерде бүйтет, сөйтіп бұның орнына басқа бір қойында тук-тук, мынау еще ерденнен лучше, мощно ойнатып отыр. Мен нағып мынау сонша дайындықта жүріп нағып көрмегем. Кет, сол бартықтағаны, әл арада той сол күні ауысты ғой, ойын күні барды да. Азекең жартап, ана фосфорный, содан кейін жұмыс істемей қазір бычыт болып сүріліп бітті ғой. Кеше мысалы съемкінің кезінде де мынандай тексті азамат кәдімгі өтір нүктесіне шейін жаттап алады да. Әлі бар да, әлі қалғанда. Жарты сағат қалған кезде дайындалатын еді ғой. Жоқ, соны айтамын ғой. Жоқ, кешеде мысалы байқаймын, мынандай текст еще ауыр сөздер ғой, мысалы да, бүйтіп күнде қолданыста жүре бермейтін сөздер, бірақ соның өзін бір жаттап, анау камера қарап айтқан кезде де өтір нүктесіне шейін әдемі да. Мен мысалы лағып мақтай берме, мен не үшін мақтап жатырмын? Подкасттан кейін мені алып қайтады да бұл. Үшеуің тыныш, мен жатайын. Мен айттым, сенің түпнұсқан қалай екеуміздің? Жоқ, почти солай. Почти солай. Сондағы жоқ. Мен анау. Бірақ мен пианино емес, саксофондарды тотқан кезде. Өмірімде пианино тартып вообще. Ойнап па жүрген жасын баласың ғой өзі. Жауап берсінші өтініш. Ондай да болған. Вот сондай дейсіз, акеттік ары қарай деп кетіп қой. Жоқ, андай час без родителей деген жүргізетін ғой мен. Жоқ, ойнадым ба, сөйтіп ойнаған жоқса, пианино маған сол керек бұл. Жоқ, час без родителей деген передача жүргізетін. Сен сол бағдарламаны сол жерден көрген ғой Дәкеңді. Дәкең болғанда Еснаға көрген, по-моему. Мен бірақ бүкіл чемпионат көрген ол. Жоқ, мен бірақ жоқ, оны көргенбіз ғой, бірақ Еснаға сол азамат деген бала садуақас сол 65-те оқиды екен деп, сол мен направление жіберіп отыр ғой. Мен Зәуре Оралбаеваның баласы деп ойлағам ғой. Көп сөйтіп. Мен сөйтіп ойлағам, действительно, сол Зәуре апайдың баласы екен деп та. Өйткені Зәуре апай бізде еді ғой. Отырады. Ұқсайтын бетінде не екен? Қасында ана жетекшісі кішкентай болған да постоянно қасында көреді. Сұрақ. Халық тарап жатыр іздеге. Бір сұрақ. Көрерменнен дейт звонок келіп жатыр. негізі жазып жатыр, сол кездерде не дейді, Махараджа деген клуб бар еді ғой. Сұхбат істейтін еді ғой. Жоқ, кейін ол. Махараджа ол кейін болған нәрсе. Уже біз сәл ер жетіп бармайтын кезде.
ең мықты клуб ол кезде Infinity тұғын. Қышқылдың ашының дәмін Infinity десең, не ішіне екенін айтайын мен. Айтыңыз. Infinity'де просто шапағат, музыкант топ сейт, қасында Донча бар. Екеуін нерден келетін футболка киіп алып, бүйтіп тұратын еді ғой. Оны біз анау Айгүл деген кафеден бастағанбыз, мынандай майкмен шығып шап есінде. Сосын Ил-22 деген болады. Әлі аласың ба соға? Бәріміз шапағатқа барып, сол Infinity'де отырып, ең соңында шапағат бір сол кезде 3,5 мың теңге ма, сонда 4 мың теңге ма табады ғой енді. 15 мыңға дейін табасың. Жоқ, сол кезде да, сол 200 теңге. Соның бәрін шапағат төлейтін еді. Жоқ, сол отырғанымызда еще шапағат төлейді. Еще 8-й микрорайонда квартира алып қоятын бұл да. Датован ақ көңілді ғой. Еще бұл бір жерін жетіп түнгі сағат 2-ге шейін өлең айтады. Біз просто айтады ғой байдың баласы деп. Осы ақшасы фориге араластық болмен. Еще азанда 50 теңгеге барып бәрімізге төлеп кетеді. Диляға шашымыз жоқ зәді ғой. Диля деген қызға. Диляға рахмет. Дилядан шығып, Диля барды ғой айтпақшы. Самсаға кіріп кететін еді. Хасанға. Ойба, не деген Әлімжанның несі спонсоры. 1000 теңге қарызбыз біз. Команда бұл. Әлі қарызбыз ғой? Короче, былай болды ол есіме түсті да, ол неге айтайын. Ол кезде самса 30 теңге ма, 20 теңге ма? Хасан, көріп отырсаң хабарлас, бересің. Хабарласшы, брат, еркекшеден 1000 теңгеңді қанша Енді 1000 теңге қарыз бар, 1000 теңге беріңдер. қалай қарызым айтпайшы братан. Короче, былай, біз сол жерден самсаны қарыз қалатынбыз. Всегда қарыз қалатынбыз. Қосыла беретін. Бізде ақша жоқ та, қосыла беретін. Біз барамыз да 500 теңге алып кетеміз, 300 теңге алып кетеміз, 1000 теңгеге алып кетеміз. Өткен команда түнде қарын ашады, или күндіз дайындалса қарын ашады. Хасанның алып кететінбіз. Ол біз таниды, болды деп бере беретін. Сонымен бір 2005-2006 уже 2006 біз уже жоқпыз, почти бітірейін деп жатырмыз. Бір дайындықтың алдында біз алғанбыз. И бүкіл университет сол жерде оқитын бір Ералаш қана ма қалған примерно да сондай бір ма 2007 ма 2006 жылдары сол қалған. Оны енді біз анау жазға шығып кетеміз ғой, каникул анау мынау. Ол ұмытылып кеткен. Оны бір әдейі ұмытқан жоқпыз, ұмытылып кеткен. Кейін арада бір жылдан кейін ба где-то көшеде Хасан жабылып қалған. Самсаханасын жауып қалған да, енді басқа жаққа көшіп кеткен. Соң көшеде көріп қаламын, о, мәке, қалайсыз анау мынау, Хасан өзі қалай жақсы, өздерің анау мынау бір и маған тық ете қалады ол сол қарыз екенбіз. Брат, біз саған по-моему қарызбыз десем, бір 1000 теңге дей ма, сондай дейді ол. Енді сол кезде ақшам жоқ қалтамда, оны мойындау керек та. Сосын айттым, брат, береміз дедім. Хасанды сол 2007-тен кейін көрген жоқпын, брат. Үшім тірі болсаң, аман болсаң бауырым. Хасан, может, бала жағасы көріп отқан шығар. Бізге хабарлас, бізде әлі ақша жоқ. Жоқ, Хасан лақтырған жоқпыз. Просто хабар. Просто ұмытып кеттік. Бірақ андайше мен Хасанмын, баласымын, досымын деп хабарласпай ақ қойыңдар. Конкретно Хасан өзі хабарласса, нормально береміз. Жезқазғанға картошканың үстінде барған оқиған соны толығырақ. Өткенде оны айтып еді қой сынағы бар кезде. Айтқан жоқпыз. Ол айтылған. Өрде мынандай ғой. Мен жоқпын. Мен бармын. Біз немен барғанбыз? Ескі автобус. Біз Марат екеуміз, по-моему, немен кеткенбіз. Астанамен келдік біз. Біз Астанамен келдік. Ол кезде мынандай ғой енді. Есен аға Жезқазған мен Сәтпаевқа концерт қойып қояды да, билет алам деп жүреді да қалып кетеді. Сонымен 2 күн қалған кезде, 3 күн қалған кезде біз Марат екеуміз әйтеуір билет тауып, ол кезде пойыз былай Шымкенттен Қарағандыға дейін барады. Қарағандыдан біз түсіп қаламыз да, Қарағанды Жезқазған деген пойыз наоборот былай қарай жүреді. Біз сонымен барамыз да, ол пойыз енді өзі бір 5-ақ па 6-ақ па вагоннан құралады екен. Сондықтан билет жоқ. Сөйтеді да Азамат, Данияр, Айбек, Шапағат төртеуі. Ілияс бар ма? Ілияс жоқ. Сен бар едің ғой кезде? Иә. Төртеуі автобуспен шығады, бірақ идеяны Есен аға айтады. Сендер Түркістанға барсаңдар, Түркістанда автобус жүреді. Түркістан, Жезқазған деген соған отырасыңдар. Зор, ұйықтап барасыңдар деген. Өте жақсы идея. Енді бұлар оған дейін көрмеген, Қызылордадан ары қарай жол жоқ екенін білмейді. Түркістанға барады, сөйтсе Түркістанда автовокзалда айтады. Ой, бүгін четверг қой, ол среда күн жүреді ғой автобус дейді. Сөйтсек, в общем, понедельник, среда, пятница солай жүреді екен ол автобус.
айтады, анау автобус жүрейін деп тұр, как раз Жезқазғанға дейді. Барса, кәдімгі мынандай автобус ғой, водитель бүйтіп ашады, алды газ-пяттрийдің ескі, алды газ-пяттрий сияқты, мына жақтан водитель ашатын бар еді ғой, нері жабық бүйтіп тұратын. Сондай автобус екен, бірақ ішіндегі орындығын бәрін алып тастағанда, до потолка сәбіз картошка. И мына есіктің бәріне шейін арып тастаған, автобусға міну үшін через водитель бүйтіп мінесің. Еще ең бұрышта Данияр. Онда емес, автобус үстінде жатамыз ғой кәдімгідей. Сен болмадың ғой, айтып берсін балдар енді. Автобус былай. Осындай орын сондай? Осындай орын. Осындай. Сендер өздерің айтып беріңдер соны. Автобус былай. Автобус картошка мен сәбізді артқанда прям бүйтіп кеп. Сонымен екі әйел ғой, жаңа сол картошка мен сәбіздің егесі сол. Екеуі чоткий тапчан істеп болған өздерін. Шай ішетін. Сөйтті да, сендер ма баратын деді, я деді. Кір деді ғана о жақа. Мынандай жер ма ара? Мынандай жер. Осындай ғой. Қалын астын картошка. Сөйтіп, ең бірінші мені кіргізді. О, бұрышқа жер. Сөйтті да, бейт кезектен жата бердік қой. Жоқ, басында чоткий жаттық. Сол әйел кісілердің анау нелерін жеп келдік қой. Соны айтайын деп отыр ғой. Басында чоткий жаттық. Айтайын деп отыр ғой. Сөйтсек, Түркістаннан Жезқазғанға вообще жол жоқ екен ғой. Жоқ, Қызылордаға дейін бар. Қызылордадан оңға бұрыласың да, уже ары қарай кәдімгі. Ол ары қарап тек мынандай жолдар уже. Мынандай ғой. Сөйтіп қарындарың ашты бір кезде. Жоқ, былай басталғаннан, короче, астың картошка, сәбіз, үстің потолок. Жезқазғанға барғанша жылап бардық қой кәдімгідей. Ана картошка тигенде бар ғой, бүйтіп бардық қой, потолок нері тұр, бүйтіп барамыз ғой. Барғанша жылап бардық қой кәдімгідей. Сөйтіп Қалтамызда бір тиын ақша жоқ еще. Тамаққа да тоқтамады. Анау әпшелер Сөрден балдардан сұрап еді қойсыңдар ма? той болған ғой деймін. Сонымен, короче, мына жерде дәу қызыл пакет, екі дәу қызыл пакет. Біреуі черешня, или екеуі де черешня ма? Соны ұрдыңда. Әйтеуір пакеттің ішеген андай не болатын? Клубника болатын. Клубника, біреу клубника. Бүйтіп баратын ғой, қарасай, бүйтіп Үйшіп жатшы. Пакетте ашып тұр да, короче, жай алып. Сүйегім ба? Қар ашып кеткен кәдімгі. Еще төбеге тиесің. Кейде бүйтіп кетесің. Анау пакет, действительно дәу пакет. Бір пакетте бір 30 килодай ма черешня. Орындар соны. Жай бірінші андай болды, қарадым мен, чоткий бірдеңе тұр. Бірінші өзін жеді. Жай тық көрім, қолымда ана плотно байлаған. Жай қолмен бүйтіп бір тесік қылып ашып аласың. Біреу білінбеу керек қой, біреу сиятындай қылып бүйтіп аласың да бүйтіп. Біреуін алып жеп көрдім, күшті екен ана черешня прям. Сөйтіп жеп жаттым, қасымда кім жатты? Айбек жатты. Жарсын жеп не жеп отырсың деді? Не жеп отырсың? Ешнәрсе дедім. Ешнәрсе шошқалым ғой мен. Әпшелерге айтып берсең кеттің ғой. Сөйтіп бешкән деді, жай әпердің болды ғой, короче, бастадық қой, ана төртеуміз бірден. Мына черешня кетеді, мына жақтан сүйек келеді. Кейін Жезқазғаннан түскеннен кейін безіп қаштық қой төрден. Жоқ, ана төбесінде бір пакет сүйек қалып кетті ғой. Жоқ, төбесі бүйтіп ашылады ғой, ана несі? Люк. Содан кішкене демалып аламыз. Жоқ, еще түнде ана бетпақ дала бәрі суық қой. Ана жабайын десе, ана екі қатын жапқызбайды дейді да, ана ыстыққа картошка не қылып кетеді ғой. Жаппа деп та жаңа. Деп келедік дейді жаңа. Еще бір айдылға бір тамаққа тоқтадыңдар, иә? Тамаққа тоқтамады. Азат тоқтадық. Историясы бөлек. Бөлек история. Тамаққа тоқтадық. Сосын біздің қалтамызда ақша жоқ, сол кезде құдам барып ақша сұрап еді ғой. Мен айтпайыншы историяны. Мен сұраған жоқпын. Вот именно. Қарымыз өте аш. Тоқтаймыз, прям бетпақталға тоқтаймыз. Сөйтіп Айбекті каким-то образом жібереміз. Құда, сіз сұрайсыз. Мен құда деп оқам, құдам. Құдам сұрайды, короче, бүйтеді. Төртеумізге кәдімгі бір немересі бар, апа несімен. Мынаны айтып құда деп отқанымыз, бұл кісіде самец, менде самка ғой. Сөйтті,
ана қарымыз ашып жатыр, реально сұраймыз, болмасам үлкен республикалық ойынға баратырмыз кәдімгі. Бізде ақша сұрағанда қарымыз ашып, олар бізде тамақ алып береді, ұзын сөздің қысқасы. Біз не істейміз сол жерде? Тамақ ішіп отырып ше, әпше ертең жез қалғанда ойын болады. Қанша бала шағаңыз бар? Мынанша, сізде қанша? 12 билет па? 12 билет алып береміз. Анау олар байғұстар ше, мәз бізге КВН көреміз деп тамақты беріп жатыр ғой енді. Тамақ жеп аламыз, жез қызға жетеміз, бізді күтіп алады, ойын басталып жатыр, за кулисами хабар келеді ғой. Ана жақта сендер сыртта күттір, билет қайда деп. Андай келген ғана кісілер. Келгенде кәдімгі келіп, ана жез қызға ұйымдастырушы айтып жатыр ғой. Сол кезде бүйтіп келіп, болды, дұрыс қой, бізге тамақ берді ғой деген қайтадан не ашылады да, біздің Есін аға, бірақ билет қаяқтан аламыз, не жоқ. оны шешпегенбіз да, оны барып келген кезде ше, Есін ағандай болды, редактурада Есін аға, сен ойын хабарландай ғой. Біреуміз барып қаламыз, есіндеміз, бірақ біреуміз оған ответ точно білеміз. Есін аға, біз ана ойында, ана қарымыз ашып, ана деген дауыс ғой. Бірінші донша кіреді, доншаны бүйтіп жерге кіргізіп бере салды ғой кәдімгі. Бұлай фантазия енді. Жалпы Есін аға сондай жауабынан кейін, енді ойла, нейтралкадамыз ғой, қалай алып береміз билетті. Сөзін шыны керек, алып бермедік. Ана кісілер бізді сол қараған шығар, содан кейін может. Наның өтпей жатқаны өтіп отыр ма? Мынау не ғой, негізі қарын ашқан кезде машина тоқтатып қойып, біздің де қарын ашып подкаст дәл осы жерде тоқтатсақ қалай болады? Сөйлесіп болсын енді телефонмен барады. Бізде вообще біздің замандастар ойнағандардың арасында бір историяны еске түсірейік та, и қазір біз біреулер танып жатыр, короче, замандағы. Қандай история болды, кімнің есінде, дәке, мысалға? Менде біз төбелесіп те ойдаға түскенбіз. Астанада қаяқта еді ойында. Мені киллер атады, артқа құлаған кезде артымда стол тұрып қалады, короче. Сол видео бар айтпақшы. Өткізіп, залдағылар. Сол видео бар айтпақшы, ютубта бар. Сөйтіп, залға шығып, финальный өлең айтқан кезде залдағылар бүйтіп қатып қалған ғой. Как раз сол полуфинал болу керек. Болмайтын шутка, негізі болмайтын шутка. Сол шутканың алдында мынандай парта стол бар ғой, кәдімгі парта столмен бір шутка ойнаймыз. Сөйтеді да, оны бүйтіп алысқа айта алмайсың ғой, өзі ширма бүйтіп жабылады, тұра береді ғой. Сөйтеді да, ширманы сәл жастады да, келесі шуткада мынандай стульчикте отырып ойнайды да. Сөйтіп, сол столдың алдына апарып қойып қояды да, бір киллер. Есімде жоқ. Не суть важно, короче. Атады бұны ше. Атқан кезде бұл бүйтіп, типа сальдан алып барып құлау керек қой. Артқа олған кезде анау кәдімгі столға басы кәдімгі звукпен, ойлашы. Конгресс холлда кәдімгі деп естіледі ғой, кәдімгідей ше. И бүкіл зал андай күлу емес. Деді. Деген кезде бүйтіп ширма жабылды ғой, короче, ше. И ойлашы, сол шуткадан кейін еще финалка бізде. Шығып алып өлеңді сатына қасымызда. Деп тұр ғой. Бірақ ішінерсе көріп тұрған жоқ, короче. Есімде жоқ сол. Сол кезде дәкең құламай қой деген. Мен ана рөлді асырамын деп өзінше артқа құлаған едім. Өзіңнен де бар ғой. Көшпен тастады ғой. Менің құлағым кімнің есінде бар? Сенің құлағың қайсы құлаған? Мектепте құлаған. Андай болады, айтып берейін. Андай болады, дәкең келеді. Ана стем деген ба? Екі адам ойнайды. Стем үш адам. Екі адам ойнайтын еді. Екі адам ойнайтын Екі адам ойнайтын айтыс. Бриз ойнайын деп жатыр. Дәкең, короче, маған келеді да, сен андай школьница болып ойнайсың деді ғой. Сөйтті да, мынандай кәдімгі мектепке киіп барады. Қай класстасың өзі? Бір жеті ма, сондай. Еще сол ойынға мен өмірі мектептегі класстастарым шақырмайтын ойынға. Анау кішкене ұялатын ба? Сол ойынға бүкіл мектепке айтамын ғой, келіңдер. И сол өзі бір важный ойын еще. Бүкіл мектеп, класстастар, апайлар келген. Еще қыздың көйлегін киіп алған. Қыздың көйлегін киіп алған, басыма бантик тағып алған. Короче, мынандай болды ғой. Үйде мамашкеге айтамын, маған мен қыз болып ойнайын бүгін. Маған каблук берші деймін. Десем, сен жай табан кие бер деді. Жоқ, мен каблук киіп ойнаймын. Болмайды. Сөйтемін де, давай деп мамашка бір әпшемнің ұзын каблугын салып жібереді. И тура сол машина строительде болады еді. Есімде. Айтсында енді, дәке айтсында. Артынан мындай стульчик іздеп жүрміз ғой. Жоқ, стульчик жоқ. Сөйттік те, стульчик жоқ. Сонымен сол жерде біреу жүгіріп барып, ана машина строительге напротив пивнушка бар. Пивнушкіден мынандай кәдімгі. Мынау ғой енді. Мынандай сияқты, барный домалақ столик әкеп береді, дайындалып атын чөт. Аяқта туфли. Аяқта туфли. Сөйтем да,
жаңағы Нұрбол екеуміз шығатын. тура өстіп ойнап отырсың. Сөйтіп мен анау газет ұстап отырамын, короче. И анау ойша біз уже дауыс жазып қойғанбыз. Үндемейміз, просто эмоциямен Нұрбол екеуміз, короче. Нұрбол маған қарайды, ойы кетіп жатады оның ше. Мен сол кезде газет жауып отырамын ғой. И аяғымда ана каблугымды. Мына жерге дәл үстіп қойып алғансың. Каблук астына кіріп кетті ғой, мына жерге. Бүйтіп отқан ғой. Осындай жерге бүйтіп отқан. Иә, иістіп. Каблуктан ашылып тұрып бүйтіп. Осындай жерге сақ қойғам каблугым. Бетінде газетім ба. Сонымен Нұрбол, короче, ойлайды, маған қарап ойнатады бірдеңге. Сөйтті қарындас деген кезде мен газетті ашып аудио керекпін ғой. Просто отырып айтасам да болады ойнап. Мен бір білмеймін. Классыстарым келгенге ма бір тұрып ойнайшы деген шығармын. Газетті ашам, ау деп тұрып атып, екі каблугым шықпайды ғана ішіне. Тұрған күйі ол кезде ше баба көз алдымда ғой. Алдымен байша. Көзім алдымда. Сол Сол кезде аппаратурада кім отыратын еді? Қайрат деген. Қайрат па? Сол Қайрат қана қайып кеткен ғой. Мына жерде отырмай. И мен сөйтсем ана бәрі бүйтіп құлағаныма да күлген шығар. Қатты күлді. Бүйтіп көйлегім басыма көтеріп сол күні бір қызыл түрсі киіп алып. Бәрі түрсиіме қарық болып күлді. И кәдімгі кішкентайлауым ғой кезде. Жылағым тұрғым да келмейді. Бүкіл мектеп отыр. Жылағым кеп. Еще қызыл түрсі көрді. Мынандайда еще ана партнер деген негізі. Ойнатып жүру керек қой андай. Мысалға бір сіз құлап қалсаңыз, ой мәке деп ойнатып жүру керек қой. Мен жерде жатырмын, көзім жасы толып қалған. Нұрболға бүйтіп қарасам ше, Нұрбол деп күліп жатыр ғой ма, ойлашы. Ана ойнатып жіберу керек қой. Сөйтіп тұрдым ай. Мына жерім қанап кеткен. Әлі есімде менің. Есімде, содан кейін сахна істеді ғой. Магазиннен қашан сұтырлап жүрсің? Көрермендерім жайлы. Магазиннен қашан сұтырлап жүрсің? Ой, талай ұрлады ғой, оны қайсысын айтады? Білмеймін, сөйтіп жазыпты. Қай жылы? Жылын білесіңдер ме? Банкамен сұтырлағанын айтсыншы. О, мен баяғыда кішкентай кезде бір Қызылордада мен бірінші класста мен ана кайфына кіріп алғанмын ғой, баяғыда ана болатын ғой банкіде андай. Адам алып тастасақшы. Баяғыда банкіде болатын еді ғой андай алманың несінен йогурт сияқты андай жейтін. Сонымен ананы кайфына кіріп алғанмын ғой, магазинге кіремін да, басыма қоямын да, ана шапка киіп аламын бүйтіп. Оп, бәрекелді. Үйісті мен шығып кететінмін. Қимылдамай. И соның кайфына кіріп кеткен ғой мен, короче, бір кезде. Күнде біреуін күнде бүйтіп қоямын да, бүйтіп жай жан жағыма қараймын да, өзі андай ғой, компактный ғой. Бүйтіп басыма қоямын да, шапка бар, дәу. Жай үстіне қоямын да, шығып кетемін мен, короче. Сөйтіп бір кезде шығып барсам, кассадағы әйел уже білді ғой уже. Бала сен бірге ішті деді. Кән ашшы сумканы. Мен басым қарады, ең шапканы шешіп қойып еді, банк тұр ғой көреді. Кітаптарын бәрін алып қойған. Бабаң қылып естілсің. Шамай, неге бұл кісіні Шамай деп атасың? Ойбой. Баяғыда Шамай деген спортқа болған дейді. Шамай неден шығады? Шамай деген великий не бар, актер бар. Қытайда соның атынан қойғанбыз. Шансун, Шамай деген. Солай Паганьяға кетіп қалған ғой. Мектеп лигасында. Жаман нәрсе емес ол мектеп лигасында. Мектеп лигасында ойнаған. Рөл болған, сол кезде солай қойғанбыз. Бірақ кәсішім Шамай демейді. Кемі Донча дейміз, или Данияр дейміз. Или Дәке дейміз. Бүгін енді бір керемет әңгіме болды ғой. Бірақ енді біздің басымызды қосқан 20 жылдан кейін қайтып қосылғанның мақсаты, себебі де осы кино, үлкен сахнада өзіміздің бағымызды тағы бір сынайық деген. Енді өткенде біраз жігіттерді айтып жатыр ғой, енді сендер интернет жоқ кезде бұл нәрседен өттіңдер ғой, енді сендер алғашқы емес, сендер қайта оралдық деп айтсақ та болады деп, сондықтан да біздің қайта оралуымыздың да бірден бір мақсаты мен бағыты ол осы кино әлеміне келуіміз, кино қосып отыр бәрімізді, сондықтан да алдағы уақытта да үлкен проекттер болады. Құдай қаласа. Ол сенімдіміз. Құдай қаласа бәріміз бірге көресіздер. Әлі талай жобалар өтеді, талай бағдарламаларда боламыз. Көстемесін енді әрқашан
бірге жүреді деген ойдамыз жігіттер баршамыз иә осы 22 қаңтарда не болды иә дегенді сен андай қылып айттың 22 қаңтардан бастап Қазақстанның барлық кинотеатрларында «Көстүмесін» фильмі жарыққа шығады. Драмалық комедия, режиссері Шапағат Орынбаев. Осында отырған барлық жігіттер Дәкеңнен бастап барлығы сол кинода өзіндік бір рөлді сомдап шығады. Енді сонша жылдық үзілістен кейін өнердегі енді Марат осы кино саласында жүр, Шапағат кино саласында жүр, Дәкең арасында әйтеуір кино саласында қалған. Арасында кіріп шығып. Қалған Азамат, Данияр, мен, Айбек мүлдем бұл саладан ұзақтау болдық қой. Сондықтан да қайта оралып, сол бір берілген режиссердің берілген тапсырмасын орындап шықтық деп ойлаймын. Енді бағасын халық береді, жігіттер. Халық береді. Сондықтан да баға беруге келіңіздер. 22 қаңтарда Қазақстанның барлық кинотеатрларында «Көстүмесін» деген жаңа драмалық комедия шығады. Келіп, көріп, бағасын беріңіздер. Рахмет, жігіттер. Бізде қонақта болған «Көстүмесін» және де «Көстүмесінің» жетекшісі Дәнекер Оразбай. Қошеметтеріңіз. Жақсы, рахмет.